Тіліп түсер білгенге тіл дегенім, тілім барда мен басқа түргенемін. Тілімнің арқасы ғой әрқашанда, бойыма дарс егер білмегенім. Кіріп бір сәт тілменен қоғам әрі, тіл арқылы тіршілік жаңарады. Расул Хамзатов айтқандайын, тіл жоғалса, ел дағы жоғалады. Ұғындырған анаңның жырын мұңын, о жастар тіліңнен түңілмегін, шұбарламай түсіріп бір арнаға өз тіліңде сөйлейтін күнің бүгін. Қасиетті қадірлі тілім менің енді ауда сүрінбегін. Жаңаша ойлау тәуелсіздік арқасында мәртебең биіктеп тұр бүгінде бұл. Мен ақылсыз оларды кемшін көрем. Болса жандар өз тілін менсінбеген. Құдайың кім десегер қайран тілім. Басым дейіп алдыңда сенсің дерем. Қазақ тілі ақ сүтпен қанға сіңген, жайсыншы бір қайтадан арна сіңген. Тіл деген тілең, жүрегіңде білең, тіл дегеннің амандық армысың дер. Ана тілім арымда, намысымда, бойыма күш, ойыма шабыт берер. Тіл деп білем тірлікті, бірлікті де, тіл деп білем анамның айналғаны. Тіл деп білем заманды, қоғамды да. Куә болар жырларым оған мына, тіліңмен ұға аласың адамды да, тіліңмен шыға аласың көп алдына. Талантың да тағдырың тіл дегенің жоқ болса, тіл мылқаусың, үндемегің. Тілемес пе сүйгенге сыр айтқызған, тілемес пе өсірген өріндегін. Жайнап кетті ау, жасарып бүгінде өмір, мәртебесі биіктеп тілім менің. Түңілген мен тағдырдан, талайлардан, қайран тілім өзіңнен түңілмедім. Бұл күндері Қазақстан көп ұлтты, тату тәтті, біртұтас мемлекет ретінде әлемге танымал. 150-ге тарта ұлт пен ұлыс өз тілінде сөйлеп, өз ұлтының мәдениеті мен әдебиетін, өз әдет-ғұрпын сақтауға елімізде барлық жағдайлар жасалған. Соның бір дәлелі 5 қыркүйек Қазақстан халқы тілдері күні. Бұл күн ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің қуаттысы тіл деп, ұлағатты сөз қалдырған қазақ халқының тағдыры тілі үшін күрескен алаш арысы ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының туылған күні. Елімізде жас ұрпақтың тілі ана тілінде шығып, қазақ тілінде білім алуына, басқа да тілдерді жетік меңгеруіне толық мүмкіндік бар. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 1 қыркүйек күні жариялаған жаңа жағдайдағы Қазақстан іс-қимыл кезеңі атты жолдауында да қазақ тілін дамыту мемлекеттік саясаттың басым бағытының бірі болып қала береді. Бұл салада айтарлықтай нәтиже бар. Қазақ тілі шын мәнінде білім мен ғылымның, мәдениет пен іс жүргізудің тіліне айналуда. Жалпы мемлекеттік тілді қолдану аясы кеңейіп келеді. Бұл заңды құбылыс, өмірдің басты үрдісі деп атап өтті. Барша аудан тұрғындарын Қазақстан халқы тілдері күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын.